Саламатсыздар ма балалар? Әдебиеттік оқу пәні 15-ші сабақ. Не үйрендім? Шығарманың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бере аласың ба? Өзіңді тексер. Кестеде сұрақтар берілген және дұрыс емес деген нұсқаны таңдау керек. Бастаймыз. Зиянды ойындарды ойнаймын, деді Зияда. Дұрыс емес. Ораздың ақ лағы жазылды. Дұрыс. Кәрім Абай атаның үйін нағыз Сахараның ақ күмбезі деді. Дұрыс. Кейіпкерлерді атау керек болар. Кітапты сүйіп оқитын кім? Дұрыс айтасыңдар, қарт қожа. Ақ лағын емдеп жазған кім? Ораз. Май шайқап құрт қайнатқан кім? Әжем. Балалар, тірек сөздер арқылы өз ойыңды жеткізе аласыңдар ма? Тексеріп көріңдер. Тірек сөздер: балқы, қымыз, балқаймақ, айран, бөрік, көк көйлек, қыркүйек, қызылгүл, жүзі жайнап, қызыл күрең кілем, үш шекті домбыра, дөңгелек үстел. Ал балалар, өз ойымызды жеткізіп көрейік берілген тірек сөздермен. Бірінші қыркүйек білім күні. Балалардың жүздері жайнап мектепке келді. Қолдарында мұғалімге арналған қызыл гүлдері бар. Киіз үйдің ортасында дөңгелек үстел орналасқан. Жерде қызыл күрең кілем, ал қабырғасында үш шекті домбыра ілініп тұр. Әкем дастарханға қымыз, айрандарын қойып жатыр. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы уақытта сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.